Саламатсыздар ма? Нейросет бойынша тегін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз фото жасайтын боламыз, яғни өзіміздің суретімізді пайдалану арқылы тегін фотосессия жасаймыз әртүрлі қызықты темада. Енді қазіргі таңда байқаған шығарсыздар, Инстаграмда да ТикТокта да өте күшті актуальды тема болып жатыр. Нейросеттер арқылы, арқылы фото жасау, видео жасау, мультфильм жасау, енді әртүрлі контент, әртүрлі нәрселер жасалынып жатыр. Трендтер де жасалынып жатыр. Бұл нейросет саласы именно былай қарасақ адам таңдамайды деп айтуға болады. Бұл дизайнерлерге де қажет, бұл SMM менеджерлерге де қажет, маркетологтарға да, фотографтарға да қажет. Барлық адамдар барынша өзіне қажетін алып та пайдаланып жатыр. Ең бастысы тілін білсеңіздер болды. Яғни қалай жасалыну, қалай пайдалану керек, қалай бір идеальный нәрсені шығаратындай нәрсені үйреніп алсаңыз жеткілікті. Ары қарай бұл салада ақша табу, табыс табу кәдімгідей мүмкіншілігі жоғары. Өзім дәл қазір сол нәрсені сезіп жатырмын. Маған күнделікті қаншама тапсырыстар келеді. Мультфильм жасауға, жаңағы қазір сосын ескі суреттерге анимация беру бойынша, бірақ ескі суреттерде бір айта кететін нәрсе, тек қана тірі адамдарға жасаған абзалырақ, өйткені көбісі маған қайтыс болған адамдар бойынша да сұрап келіп жатыр, но мен ол нәрсені жасамаймын деп отказ беріп жатырмын. Сондықтан тапсырыс клиент бұл салада өте көп, үйренгісі келетіндер де көп, тапсырыс бергісі келетін адамдар да көп, көбіне үлкен компанияларға да қажет, және де той жасайтын, ұзату жасайтын болсын, ешқандай саланы таңдамайды, барлығына қажет. Енді дәл қазір уже практикалық сабаққа көшетін боламыз. Осы видеоны соңына дейін қараңыз. Қазіргі практикалық сабақта мен сіздерге фото жасауды көрсетемін. Одан кейін дәл сондай варианттың тағы да бөле бір басқаша жеңіл түрін көрсетемін. Сіздерге дайын промпт беретін боламын ол жерде. Яғни сиқырлы промпт десек те болады. Сол промптты пайдалану арқылы біз басқаша күшті нәрселер жасауға болатынын айтып түсіндіретін боламын. Сәттілік! Ал олай болса, біздің немізге көшейік сабағымызға. Міне осындай Pinterest деген сайт қажет. Бірінші ең алдымен осы Pinterestке кіресіздер да, любой идеяны іздейміз. Дәл қазір бізге промпты бар жақсы бір сурет болсын, соны алып алайық. Одан кейін барып, ары қарай тағы да көрсете берем сабақта. Қарасаңыздар, міне мынандай промпттар бар. Мына мен кеше істеген суретім мысалы байқасаңыздар. Вот, но Lego бойынша да суреттер бар екен. Так, енді дәл қазір бізге промпты бар сурет не керек? Жаңағыдай сурет қажет, соны алып, дәл сондай стильде біз жалғастыратын боламыз. Міне, мына жерде мынадай промпт бар екен. Осындай нелер, мысалы, дәл мынандай суреттер негізіне көбіне мұғалімдерге өте қажет екен. Сол мұғалімдерге арнап жасатсақ болады осындайларды. Так, былай жасайық. Гарри Поттер бар екен мұнда. Именно промпты барын алайық ең алғашқыға. Мұнда промпты для нано бананаға арнаған. Так. Бір суретті тез таңдап алайық. Мұнда фотограф дейді. Так. Мұнаны ала берейік. Осы суретті көшіріп алайық. Сосын ChatGPT-ға вставить етеміз. Осындағы промптты жазып бер. Так, осы жердегі суреттегі промптты аламыз. Алғаннан кейін өзіміздің суретімізге арнап не қыламыз. Енді осы промптты мен басқа нейросетте пайдаланамын. Онда мен өз суретімді жүк
жүктеймін. Өз суретімді жүктеймін. Менің осы суретті менің бейнемде жасап беретіндей промпт жазып бер деп задача береміз ChatGPT-ға. Так, промпт жазып бер дедік. Міне сіз басқа өз суретіңізді жүктеп, дәл осындай стильде нәтиже алу үшін универсалды промпт дейді. Міне. Енді бұны переводтап тексеріп көрейік, не бар екенін. Так, Google переводчикке барайық. Міне, загруженный фотографияны пайдалан деп тұр, көрдіңіз бе? Енді қараңыздар, бізге Gemini керек. Қазір Gemini'да көрсетемін, одан кейін Gemini'дан бөлек бізден тағы да басқа не бар. Қарасаңыздар, менде әлі ешқандай про тариф жоқ, тегін тарифте көрсетіп жатырмын специально сіздерге. Және байқасаңыздар, мына жерде бізде мынандай модель шыққан, модель думающий деген 3 Pro деген тариф несі бар. Жаңа обновление нано бананада. Және быстрая деген бар. Біз мынау думающий модель дегенмен жасап көрейік. Енді мына инструментіден создать изображение дейсіз. Сөйтіп осыны қойып қоямыз. Одан плюсті басамыз да өзіміздің суретімізді, міне жақыннан алған суретіңізді пайдаланыңыздар. Яғни сіздің бет әлпетіңіз жақсы, анық, дұрыс көрініп тұрған дұрыс. Жаңаға көшіріп алған промптты вставить етеміз. Енді бізге мына секілді сурет жасап беру керек. Яғни мына леопардтың қасында, осындай красный диванда отырғандай. Қалай істейтінін қазір көреміз. Енді келесі сайт бізде Whisk деп аталады. Міне мынандай сайт. Міне осылай жазылады. Осылай Google-ға іздесеңіздер шығады. Менің мына көрсетіп отқан ең алғашқы сайтыма өтесіздер. Whisk Labs Google деген. Осының ішіне кіресіздер. Осылай ашылады. Егер регистрация жасалмаған болсаңыздар, Google аккаунтпен кіресіздер. Мен қазір уже кіріліп қойған. Открыть инструмент дегенді басасыз. Продолжить дей берейік. Түсіндіріп жатыр бізге. Начать дейміз. Енді қараңыз, бұл сәл басқаша, но тоже нано банананың несімен жасап береді, бірақ Gemini'ға қарағанда мынандай форматтар таңдауға мүмкіншілік көп. Яғни бірде бір Reels формат және YouTube форматта күшті фотоларды жасап, оларды мысалы неге видеоға айналдырсаңыздар күшті көмек береді. Мұны қараңыздар, менің түрімде, бірақ түрім сәл өзгеше бопты. Қараңыздар, түрім сәл басқашалау болып тұр, но нормально болады. Так, енді қараңыздар, осы стильде енді Whisk'те жасап көрейік. Whisk'те жасау үшін ең алдымен мұнда бірінші темасы, сцена және стиль деген нәрсе бар. Стиль деген, егер сізде бір стиль болса, соны вставить етіп қоюға болады. Немесе генерация жасап, өзіңіз түсіндіріп промптпен жасауға болады. Енді қазір темаға мен мына жерге өзімнің суретімді қоямын. Жаңағы сөйтемін да, мұнда да өзімнің жаңағы промптымды вставить етем. Мен stories форматта істеп көрейін. Вот, немді қойдым. Так. Промптымды вставить еттім, енді күтейік. Мына жерде енді бұл про тариф екен менде. Қазір басқа аккаунтпен кіріп көрсетейін. Ол жерде де тегін істеуге болу керек. Бұл менің басқа аккаунтым. Қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Міне Whisk'те жасалынған разница қандай әдемі. Енді бірде бір форматында істеп көрейікші. Міне қараңызшы. Міне маған осы қатты ұнады. Міне әдемі шықты. Мынау күшті шықты. Енді қолдарым сәл грубый болып кетіпті, но нормально. Ой-бай. Вообще суперски шықты мыналар. Вот, мынау енді еркек адамның костюм шалбары сияқты болып кетіпті. Тағы да істеп көрсек болады. Әртүрлі форматта көре берейік. Енді қазір мен мына тарифін ауыстырып көрсетейін сіздерге. Енді араларыңызда тегін пайдаланып
жатқандар болса, сол адамдарға ыңғайлы болу үшін. Мына суретте әдемі шыққан, енді кішкене ғана бәрібір түрім андай болып тұр, но нормально болады. Мына суреттер жақсы шыққан негізі. Енді мынадан бүйтейін, выйти деп басқа аккаунтпен кірейін, который менде ештеңеге про тарифі жоқ. Міне осыда ештеңе жоқ әзірге. Міне whisk дегенді басып кіреміз, открыть инструмент дейміз. Міне менде мынау ешқандай да не жоқ, про тариф жоқ бұл жерде. Мұнда да суретімді қоямын, открыть, яғни тегін пайдалансаңыздар болады. Мына жерге 9-16-ны қояйын. Бұл тегін тарифте пайдалануды көрсетіп жатырмын сіздерге. Мені көрдіңіздер ма? Ешқандай да бұл жерде монета, ешқандай тема жоқ. Сондай нәрселерді жасай беруге болады. Енді осы сабақты соңына дейін қараңыздар, мен сіздерге бір сиқырлы промпт деген нәрсе бар екен. Бүгін таңертең ғана көріп естідім бір жерден. Соны сіздермен бөлісетін боламын сабақтың соңында. Соңына дейін көріңіздер осы сабақ. Негізі уже міне практически біз уже сіздерге көрсеттім, үйреттім, барлығы түсінікті. Дайым промпт аламыз, вставить етеміз, сайттарды мен таныстырдым, міне осындай нәрсе. Вот. Енді тур осы секілді басқа суретті жасап көрек мақұл. Қызық болсын бізге. Мынандай нәрсе бар екен. Мынаның несін алып көрейікші. Скопировать изображение. Осы суреттегі промптты жаз. Так, енді осы суреттегі промпт кетті. Уже дальше ChatGPT өзі айта береді, сізге үйтіп берейін ба, бүйтіп берейін ба деген сияқты. Міне енді өз суретіңізге бейімдеп жеке версияңызда жасап берейін ба деп тұр осы промптты. Иә деп жазамыз. Енді осы промптты алып ставить етеміз жаңағыдай. Мына жерде бізге дайым промпт беріп жатыр. Так, міне көшіріп алайын. Мына жерге просто промптты өзгертеміз. Міне жібердім. Мына жерде форматын тағы да өзгертіп көрейік. Мына арада сәл басқашалау болып кетіпті түріміз. Міне қараңыздар, әдемі шықты мыналар. Мына сурет өзіме жақсы ұқсады. Міне керемет. Міне дәл осылай, мынау енді маған қатты келмейді. Мынау келеді. Енді нейросет болғаннан кейін бірден барлығы идеальный шығып кетпейді. Сондықтан осы жерден өзіңізге келеді, дұрыстау деген вариантты аламыз. Бұл енді бәрібір роботтың аты робот деген нәрсе ғой. Осылай жасалынады. Мына суреттерді бір көрсете сайын. Жақсы шықты, бірақ менің өзіме ұқсамады. Міне осылай жасай береміз практикада. Міне сіздер қазір практикалық сабақты көрдіңіздер, сіздерге барлығы түсінікті деген ойдамын. Жасаған суреттеріңізді, фотоларыңызды біздің кері байланыс чаты бар, сол жерге жіберсеңіздер болады. Барлығымыз көріп бір-бірімізге талқыласақ болады. Қызықты нәрсе деп білемін. Өзіме қатты қызығып, прям кеше кіргеннен шыға алмай қалдым. Әртүрлі мынаны жасап көргім келеді, мынаны жасап көрейінші деген сияқты. Сіздерде де сондай сезім болып жатқан шығар. Енді осы нәрседе сіздер тек қана фото ғана жасамай, енді фотодан бөлек мультфильмде, одан кейін әртүрлі рекламный роликтер жасауға да неше түрлі нәрселер жасауға болады бұл нейросеттер арқылы. Сондықтан менде осы арнайы курс бар, бағасы бар болғаны 9990 теңге, нейрокурс деп аталады. Ол жерде мен сіздерге барлығын
пошагово нөлден бастап көрсетіп үйретем. Телефонмен жасау вариантында көрсеткем, және де ноутбук арқылы жасауда вариантын көрсеттім. Мұнда қазір нені көрсетем, осындай арнайы платформаның ішінде барлық сабақтарым жүктелген. Одан кейін тағы да күшті нәрсе бар. Ол жерде мен осы нейрокурсты алған адамдарға Figma'да дизайн жасау сабақтарын бонусқа берем. Яғни сіз 9990 теңге арқылы қанша нәрсе үйреніп шығасыз. Даже осы нейросеттің өзінен ақ бір заказды 10-20 теңгеге жасап, бұл курсты 10 есеге, одан да өте көп есеге ақтап аласыз. Ал енді оған қоса плюс Figma'да жасалынатын бонусты бергелі отырмын. Ал сіз Figma'ға, дизайнға қызықсаңыз, одан да тағы қосымша табыс көзі бар. Өйткені мен дәл қазір сол нәрседе ақша тауып отқан адамын. Үйде отырып, осы бөлмемнен шықпаймын, көбіне сыртқа ноутбуктың ішінде Figma'да дизайн жасаймын. Нейросеттер арқылы қазір мультфильмдер жасап жатырмын. Әртүрлі заказдар келеді, әртүрлі темада соларды жасаймын. Одан бөлек сайттарды да, платформа, сондай нәрселермен жасаумен айналысамын. Осы бағада сіздерге шексіз доступпен, кері байланыспен осы курсты ұсынамын. Егер дәл қазір алып тіркелем дейтін болсаңыздар, менің жеке WhatsApp-ма өтіңіздер, не болмаса осы чат группаға өздеріңіз жазсаңыздар болады, сұрақтарыңызға жауап беремін. Өте күшті мүмкіндік, сондықтан сіздерді нейрокурста күтемін. Енді фото ғана жасамай, мультфильмді де барлық әртүрлі тақырыпта видеолар жасауға болады, өзіңізді, клиентіңізді сөйлетуге болады, сондай сияқты нәрселерді жасап үйренетін боласыз. Яғни бір 10.000 теңгелік курсты алу арқылы сіз 30.000, 40.000 теңгелік заказдарды алып табысқа шығу мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан сізді нейрокурста күтемін. Жақсы сау болыңыздар.